Қазақ тілі. Сабақтың тақырыбы етістік. Оқу мақсаты тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау. Етістік дегеніміз іс-әрекет қимылды білдіреді. Сұрақтары не істеді, не қылды, қайтты. Етістік сөзі сөйлем соңында тұрып, ойды жинақтап, тиянақтайды. Оқулығыңдағы 75-ші беттегі 13-ші жаттығуды орындаймыз. Суретке қара. Түлкі мен ешкі. Тыңда. Бір түлкі далада жүгіріп келе жатып, абайсызда терең құдыққа түсіп кетіпті. Терең құдықтан шыға алмапты. Бір мезгілде су іздеп, шөлдеп келе жатырған ешкі әлгі құдыққа тап болыпты. Түлкіден сұрапты: «Ей, түлкі батыр, не қып отырсың?» дейді. Сонда түлкі қулыққа басып: «Ой, мына құдықтың іші қандай жақсы десеңші. Салқын, көлеңке, әрі мөлдір суы бар. Кел, сенде түссеңші» дейді. Сол кезде ешкі: «Мен де су ішіп рахаттанайын, салқындайын» деп құдыққа секіріп түсіпті. Қу түлкі ешкінің үстіне секіріп мініп, одан мүйізінен басып, ытқып далаға шығып кетіпті. Ал аңқау ешкі болса, құдық ішінде қалып қойыпты. Тірек сөздер: түлкі, ешкі, апан, мөлдір су, салқын жер, рахаттану, аңқау ешкі, қу түлкі, терең құдық деген тірек сөздерді пайдалана отырып, қазіргі естіген мәтініңді баяндап көр. Тірек сөздерді пайдаланып, түлкі мен ешкі мәтінін құрастырып айт. Мәтініңнің ең соңғы сөйлемін жаз. Етістікті тауып, астын 2 сызықпен, қарындашпен сыз. Он бірінші жаттығу. 74-ші бет. Тыңда. 2 бала тоғайға бардық. Қарағайдың, түрлі өсімдіктің жұпар иісі мұрныңды жарады. Аласа бұталардың арасынан сұр торғай, көк шымшықтар пыр-пыр ұшады. Алыстан алақанат тоқылдақтың тоқылы естіледі. Тоғай іші көңілді. Сұрақтарға жауап бер. 2 бала қайда барды? Тоғайда ненің иісі шығады? Аласа бұталардың арасынан нелер ұшады? Алыстан ненің тоқылы естіледі? Тоғай іші қандай? Осы мәтінді көшіріп жаз. Жазуың әдемі болсын. Етістіктердің астын 2 сызықпен сыз. Оқулықтың 76-ші бетін аш. 14-ші жаттығуға қара. Берілген етістік сөздеріне зат есім қосып жаз. Зат есім кім не, кімдер нелер деген сұраққа жауап береді.
сайрады етістік. Енді осы етістіктің қасына зат есім қосып жазамыз. Не сайрады? Бұлбұл сайрады. Бұлбұл зат есім. Ұлыды. Не ұлыды? Қасқыр ұлыды. Қалай ойлайсың? Не жарқылдады? Не үрді? Кім оқыды? Кім ойлайды? Кім жазады? Кім көрді? Кім жинады? Не гүлдеді? Зат есім қосып, етістіктерді жаз.